Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде нөмір 1 зертханалық жұмыс қатынас ыдыстардағы су деңгейімен танысу. Енді бізге керек құрал-жабдықтар. Бірінші бізде силиконды түтікше және кез келген 2 ыдыс, ең жағдайында 2 шприц және де қысқыштар. Енді жұмысымызға кірісетін болсақ, біз бірінші жағдайда силиконды түтікше арқылы 2 ыдысты бір-біріне байланыстырамыз. Екі ыдысты бір-біріне байланыстырдық. Енді оған су құю қажет. Сіздер кез келген ыдыспен жасасаңыздар болады. Суретте көріп тұрғандарыңыздай. Қысқыштар арқылы бекітіп, бір ыдысқа су құямыз. Мен бұл жерде сіздерге түсініктірек болу үшін түтікшені қысып қойдым. Ал енді босатқан соң, байқағандарыңыздай, су деңгейі бір қалыпқа келді. 2 ыдыста да бір деңгейде. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мен қаншалықты ыдыстарды қозғалтсам, түсірсем, көтерсем де су деңгейі бір қалыпқа келіп жатыр. Біз бұл принципті күнделікті тұрмыста көп байқай аламыз. Мысалға, үйдегі жылыту батареялары дәл осындай принциппен жұмыс істейді.